қала бойынша құндылыққа негізделген тәрбие коллиметриясы және заманауи сынып жетекші атты практикалық семинар өтуде. Семинарға әртүрлі мектептердің сынып жетекшілері қатысып, тәжірибе алмасуда. Бүгін Наурызбай ауданына қарасты номері 188 мектеп-гимназияда керемет семинар, практикалық семинар өтті. Бұл сынып жетекшілерге арналады. Алған менің инсайдым бұл мен баланың бойына біліммен қатар тәрбиені бірге құю керек, яғни құндылықтарды, патриотизмді, сонымен елжандылықты бойына сіңіру керек. Сонымен қатар баланы тәрбие құндылықтарымен, сонымен қатар психологиялық түрде эмоционалды эмпатиямен қолдау білдіру арқылы баланы қоғамның болашақ мүшесі ретінде тәрбиелеу бұл сынып жетекшісінің ең үлкен маңызды міндеті және рөлі екенін бұл осы семинардан инсайт ретінде алдым. Бүгін біздің мектебімізде құндылыққа негізделген тәрбие коллиметриясы мақсатында үлкен қалалық семинар өткізілді. Бұл семинарды барлық аудандарда өткізілсе деген ұсынысым бар. Және бізде сол жерлерге барып, жас мамандардың іс тәжірибесімен бөліскіміз келеді. Әрине мен өз тәжірибемен бөлістім. Басқа мектептің мұғалімдерімен бұл жерде мен көрсеткенім биіктік мұнарасы деп аталатын әдіс. Ол әдіс арқылы біз оқушылардың ұйымшылдығын, бір-біріне деген достық сезімін, бір-біріне деген ынтымақтастығын арттыруда өте керемет нәтиже көрсететін әдістердің бірі. Семинардың мақсаты құндылыққа бағытталған тәрбие берудің жаңа тәсілдерін таныстыру және сынып жетекшілердің кәсіби шеберлігін арттыру. Практикалық бөлімде қатысушылар нақты тәсілдемелермен танысып, өз сабақтарында қолдануға болатын құралдарды меңгерді. Бүгінгі семинарымыз өз мәресіне жетті. Семинарға келген ұстаздар өзінің тәжірибелерімен алмасып, жаңа идеяларға толықты. Мұндай іс-шаралар біздің қаламыздың дамуына үлкен үлес қосады.